Есім Қалым Байғазыұлы Телеуов болады. Мамандығым оқытушы. Жалпы құқықтануды беремін, негізі сол бойынша жоғарғы білім жүйесінде жұмыс атқарып келемін. Философия докторы, юриспруденциядан. Менің есімім Айдана. Ильястың анасымын. Ильяс отбасында үшінші бала, өзінен үлкен Димаш, Дінмұхамед және Нұрмұхамед деген екі ағасы бар. Енді ерекше бала. Ильяс өте өмірге ашық, адамдардың көңілін көтеріп жүретін, сондай ашық жарқын бала. Әрине өзінің диагнозына байланысты белгілі бір қиыншылықтар бар. Бірақ та мінез құлқы жалпы адамның табиғи бір темпераменті болады ғой. Мінез құлқы өте ашық және спокойный бала. Оның графигі өте тығыз. Үйде де біз ойыншықтармен, развивашкалармен айналысамыз. Күн бала орталығына барамыз. Ол жерде біз логопед-дефектологпен жұмыс жасаймыз және ЛФК, яғни лечебно физкультура. Оған біз үнемі барып тұрамыз. Осы бір жыл болды, бассейн бастап жатырмыз. Бассейн бізге өте үлкен септігін тигізді жүруіне. Яғни бұлшық еттерінің жалпы синдром Дауна балаларында бұлшық еттері бос болады, гипотонус болады. Яғни туылған кезде ол өте бұлшық еттері жұмсақ, әлсіз сондай болған. Массаж арқасында, ЛФК арқасында және бассейннің үлкен көмегінің арқасында бұлшық еттері қатайып, жүруіне септігін тигізіп, омыртқасында қатайтты. Жалпы синдром Даунаны біз қайдан көреміз? Шетелдік фильмдерден көреміз, иә? Бір айналамызда, көршіміз, подъезде, бір достарымыздың бір туысқандары, алыс, сондай таныстарымыздың бір танысы деген сияқты болуы мүмкін. Бірақ әр адам бір қиыншылық жағдай болғанда ол менімен болу мүмкін дегенге сене алмайды. Өйткені біздің жолдасымның жағынан да, мен жағынан да ондай патология жоқ бізде енді. Және бізде отбасында ондай болмаған екен, қалай ондай нәрсе сенімен болып қалды дегенге сену, ол қиын. Басында шок болды, ми ондай информацияны қабылдамайды. Енді ол жерде менің көңіл күйім өте қиын болды. Жолдасым менен тезірек қабылдады. Сөйткені ол кісі өзі мінез құлқы кішкене спокойный, өзі мұғалім болғаннан кейін тез бір сутканың ішінде Google-дан басып зерттеп тастады да, соның бәрін уже маған айтты. Болады екен, қаратуға болады екен, оқытамыз, қаратамыз, қандай болса да біздің бала. Мен жеке басым оны бірден қабылдадым. Шамамен 3 күндей кішкене стресс болған шығар. Бірақ ата-анамыздың, ағайын туысқандардың сол кезде қолдау, жұбайымыздың қолдауымен 3 күннен кейін уже оны толықтай қабылдап, бақытты бала ретінде қабылдап, қазір тәрбиелеп жатырмыз. Содан кейін ол тек қана анаға қиын емес, ол әкеге де қиын, біздің ата-анамызға да қиын болды. Үлкен балаларымыз сол кезде 4 жаста және 6 жаста болды. Олар ұқпаса да, бірақ енді үйдің атмосферасын сезеді ғой. Оның бәрі ол балаларға енді әсерін тигізді. Характеріне келетін болсақ, сондай адамдарды жақсы көреді. Көшеге шыққан кезде, мысалы, басқа танымайтын адамдар болса да, солай сөйлесіп, күліп қарап, балалармен ойнап кеткенді жақсы көреді. Ерекше бала, тура қатардағы бала сияқты өсіп келе жатыр біздің қуанышымыз. Көп жерде сол Ильяс біздің отбасымызда негізгі мотивация болады. Жалпы менің депрессиядан шығуымның өте үлкен септігі ол жолдасымның және анамның көмегі. Бұл балалардың өзін алып кететін мамандықтар болады, мысалы, повар бола ма, не болмаса суретші бола ма, ең бастысы аман есен болсын.